Халық айтса, қалып айтпайды деген қазақта жақсы сөз бар. Бүгінгі сөйлесетін персонаж халық туралы болады. Халық туралы физика не дейді? Бірінші заңдылық квадрат куб заңы. Халықтың өлшемдері 2 есе өсті делік. Бұл кезде аталған заңдылық бойынша халықтың массасы 8 есе өседі, яғни 70 килограммнан 560 килограмм болу керек. Ал оны бұлшықеттер мен сүйектер небәрі 4 есе өседі. Бұл дегеніміз халық өз массасын өзі көтере алмайды деген сөзді білдіреді. Екіншісі секіру биіктігі. Халықтың үлкен жылдамдығымен қоса, ол үлкен қашықтарға секіреді. Мысалы үшін 1 километр биіктікке секіретіні белгілі. 1 километр секіру үшін халықтың бастапқы жылдамдығы 140 метр секунд болды. Ал 140 метр секундты беру үшін оның үдеуі 2000 есе g-дан үлкен болу керек. Келесі массаның сақталуы. Халықтың массасы 70 килограммнан 560 килограммға шейін өзгеру үшін оған өте үлкен энергия қажет еді. Ол энергияны Эйнштейннің mc квадрат формуласы бойынша анықтайық. Бұл бөлінетін энергия жер бетіндегі барлық адамды 1,5 жылға дейін энергиямен қамтамасыз етуге жететін еді. Немесе ол Хиросимаға тасталған 10 миллион атом бомбасының энергиясына тең шамалы. Келесі импульс сақталуы. Халықтың денесі оқ өткізбеу үшін ол титаннан жасалу керек болады. Ал титанның өзі оқ деген кезде ол деформацияға ұшырайды. Деформацияға ұшыраған дене ол бізде қызады. Яғни оқ деген жерлері халықтың күйіп қалу керек еді. Одан кейінгісі соққы толқыны. Халық мынандай шапалақпен соққы толқын жасау үшін ол бізде Ньютонның 3-ші заңына бағыну керек. Яғни қандай күшпен алақан әсер ететін болса, алақаны тура екеуі бір-біріне сондай күшпен әсер етеді. Яғни бұлай соққан кезде халықтың алақандары шашылып кету керек еді. Ал енді келесі видеода кім түсіретінімізді ойлап тауып көріңіз.